Түркістанда жаңа салық кодексінің талаптары мен өзгерістеріне арналған брифинг өтті. Жиында салық жүйесіндегі реформалар, оның ішінде мөлшерлеменің өзгеруі мен арнаулы режимдердің жаңаруы кеңінен баяндалды. Толығырақ тілшіміз баяндасын. Брифинг барысында жаңа кодекстің 2026 жылдан бастап күшіне енетіні, оның салық жүйесін жаңғыртуға бағытталғаны атап өтілді. Сараланған ставкалар, қосымша құн салығы реформасы мен сәл-салтанат салығының енгізілуі негізгі өзгерістердің қатарында аталды. Мамандар бұл түзетулер экономиканың ашықтығын арттырып, әкімшілендіруді жеңілдетуге бағытталғанын жеткізді. Енді бұл салық кодексінің әрекет ету аясы 2026 жылдың 1 қаңтарынан басталады. Сондықтан сол жаңа салық кодексындағы атаулы ірі өзгерістер туралы бүгін айтуға жиналысқа келіп отырмыз. Жаңа салық кодексі, өздеріңіз білесіздер, 2024 жылы қыркүйекте президентіміздің берген тапсырмасына сәйкес сол кезде дайын болған жоба болатын. Тағы да 1 жыл пысықталу тапсырма берілді, яғни 1 жылға кейінге тағы да қалдырылды. Яғни бүгінгі таңда осы әбден сараланған, жалпы жан-жақты зерделенген жаңа салық кодексі қабылданып отыр. Бұл ретте айта кететін болсақ, ол жерде салық мөлшерлемелеріне өте көп өзгерістер енгізілді. Қосымша құн салығы толық реформаланды, және жаңадан сән-салтанат салығы енгізілді, және де салық жеңілдіктерінің барлығы қайтадан сараланып, қайтадан үлкен өзгерістерге ұшырады. Бұл жерде айта кететін ең үлкен өзгерістердің бірі салық есептілік нысандарын мысалы 30%-ға қысқарды. Оның ішінде нөлдік көрсеткішпен тапсырылатын салық есептілігін тапсырудың қажеттілігі жоқ. Яғни бұрынғы кезде кезекті салық есептілігін тапсырмаған жағдайда оған міндеттелген әкімшілік шаралар қолданылатын болса, бүгінгі таңда келесі жылда 26 жылдың 1 қаңтарынан бастап ол тәртіп болмайды. Яғни салық есептілігін тапсырмаған салық төлеуші ол нөлдік көрсеткішпен тапсырылды деп ақпараттық жүйе тарапынан өздігінен қойылып отыратын болады. Одан кейінгі үлкен өзгерістер айтатын болсақ, бұл бізде енді бюджетті негізгі құраушы корпоратив табыс салығы және қосымша құн салықтары бойынша мөлшерлемелерде үлкен өзгерістер болып жатыр. Атап айтатын болсақ, корпоратив табыс салығы мысалы 20%-да, бұрында 20% болса, қазіргі кезде де жалпыға бірде 20%-да қалып отыр. Сонымен қатар банк сферасындағы және ойын бизнес сферасында салық төлеушілердің салықтарының мөлшерлемесі 25% болып бекітіліп отыр. Сонымен қатар әлеуметтік сала бұрынғы кезде корпоратив табыс салығынан босатылған болса, алдағы уақытта оларға 26 жылдың 1 қаңтарында 5%-ық, ары қарай 2027 жылдың 1 қаңтарынан бастап 10%-ық корпоратив табыс салығын төлеуші болып табылатын болады. Және қосымша құн салығы бойынша бұрын 12% болса, ол 16%-ға көтерілді. Жалпы бұл екі салық түрі туралы менің әріптесім Азамат Әбдімүсілімұлы өзінің баяндамасына толығырақ ашып айтатын болады. Және акциз салығы бойынша бірқатар өзгерістер болып жатыр. Алкоголь мен темекіге акциз жыл сайын 10%-ға өсіп отырады. Және энергетикалық сусындарға енгізілді, литріне 100 теңге акциз салығы енгізілді. Жиында арнаулы салық режимдерінің қысқаруы, өзін-өзі жұмыспен қамтылғандарға арналған жеңілдетілген тәртіппен шағын бизнеске арналған жаңа шектер түсіндірілді. Мамандар қосымша құн салығы бойынша автоматтандырылған жүйенің енгізілетінін, есептіліктің 30%-ға қысқаратынын айтты. Бұл өзгерістер салық төлеушілердің жүктемесін азайтып, рәсімдерді жеңілдетуді көздейді. Қазақстан Республикасы бойынша 8,5 миллиондай жеке тұлға салық декларациясын тапсырудан босатылған. Яғни бізде қазіргі жаңа салық кодексі бойынша мемлекеттік қызметкерлер және оған теңестірілген тұлғалар және олардың жұбайлары тапсыруға міндетті. Одан бөлек Қазақстан Республикасының 18-ге толған барлық азаматтар шетелдік банктерінде 1000 айлық есептік көрсеткіш, яғни 3,9 миллион теңгеден асатын сомада қаражаты болатын болса, банктік есеп шоттарында ол кісі тұлғалар 270 декларация тапсыруға міндетті. Одан бөлек Қазақстан Республикасында 1 жылдың ішінде, яғни осы 2025 жылы 20 мың айлық есептік көрсеткіш, яғни 74 миллион теңгеден асатын сомада бір жылжымайтын мүлік немесе автокөлік сатып алған жағдайда ол кісілер тапсыруға міндеттеледі. Енді бұл жерде жалпы бірдей декларациялаудың мақсаттары мен міндеттеріне тоқтала кетсек, ол жерде әділ салық салуды қамтамасыз ету және әлеуметтік саясат жетілдіру, жеке тұлғалардың кірісін бақылаудың тиімді механизм құру және сыбайлас жемқорлық пен көлеңкелі экономиканың деңгейін төмендету болып табылады негізгі мақсаттары.
Және де бұл декларацияның жаңағыдай қалай тапсыру тәсілдеріне келетін болсақ, бұл жерде декларацияның бірнеше түсіну тәсілдері бар. егов порталы арқылы, кабинет салық KZ арқылы, және де e-салық азамат, және де бізде екінші деңгейлі банктер, Халық банк, Каспий банк, БЦК KZ банктері, мобильді қосымшалар арқылы да бұл декларациялар табыс етуге болады. Бұл декларацияны сіздер тұрғылықты мекен-жайыңыз бойынша тиісті аудандық мемлекеттік кірістер басқармаларына бару арқылы немесе электронды түрінде тапсыруға болады. Бұл жерде салық декларациясының қандай шаралар көріледі, тапсырмаған жағдайда бірінші жолға ескерту береді. Бір жылдың ішінде қайталап тапсырмаған жағдайда 15 айлық есептік көрсеткіште әкімшілік айыппұл салатындығы көрсетілген. Брифингте акциз мөлшерлемелерінің жыл сайын өсетінін және энергетикалық сусындарға жаңа акциздің енгізілетіні де жарияланды. Кейінгі шығыстарды жөндеу шегеруге ол салық төлеушінің өзінің таңдауына қарай негізгі құралдар қатысты. Кейінгі шығыстар сомасын олар жүргізілген салық кезеңінде шегерімдерге, объектіне құндық балансын ұлғайтуға, қалыптастыруға жатқызуға құқылы. Арнайы салық режимін қолданатын салық төлеушілермен байланысты шығыстарды шегерімдерге жатқызылмайды. Мемлекеттік кәсіпорын мемлекеттік мекемеден алған мүліктік құнына түзету, банктық қарыздар бойынша міндеттемелерін тоқтатқан кезде табысқа түзету, ұлттық компаниялар үшін ана және еншілес ұйым арасындағы мәмілелер бойынша сыйақыларды шегеру, қарыздар бойынша сыйақы өзінің қаражат есебінен төленген төлем кезеңінен ұсталатын қосылған құн салығы шегеру, қайта ұйымдастыру кезеңде инвестициялық салықтық преференцияларды қолдану сияқты жеңілдіктер корпоратив табыс салығынан алынып тастаған. Ал корпоратив табыс салығы бойынша сақталған негізгі салықтық жеңілдіктер ол арнайы экономикалық аймақтар үшін, Астана хаб халықаралық технологиялар паркіне қатысушылар үшін, инвестициялық келісімдермен айқындалған қызмет түрлері бойынша инвестициялық жобаларға, жүкті тасымалдауға және бербаут, чартер, тайм чартер шарттары бойынша теңіз кемесімен қызмет көрсету жүзеге асыратын салық төлеушілермен табыстарына, ұлттық фильмнің құқық иеленушілері болып табылатын салық төлеушілердің табыстарына осындай жеңілдіктер сақталады. Сондай-ақ қымбат мүлік, көлік және жоғары құнды тауарларға сән-салтанат салығы бөлінетіні айтылды. Жиын соңында қатысушылар жаңа кодекстің тиімді іске асуына қоғамдық түсіндіру жұмыстары жалғасатынын атап өтті. Бексұлтан Мыңжасар, Өмірхан Исмаил, 77 News.